Қайырлы күн достар, көптен күткен 1.476.800 теңгелік қайтарымсыз грант 400 МРП, яғни 400 айлық есептік көрсеткіштегі грант басталғалы жатыр. Сәуір айында өтінім тастап үлгеріңіздер, дайындалып үлгеріңіздер, яғни бизнес бастау сертификаты керек және де бизнес план керек. Сауатты түрде бухгалтерлік есебі жүргізілген сауатты бизнес план керек болса, менің WhatsApp номеріме хабарлассаңыздар болады, көмектесе аламын. Яғни бірінші легі бойынша 4500 грант бөлінгелі жатыр. Екінші легте де 4500 грант. Өтінім тастау уақытысы бірінші легте 8 сәуірден 19 сәуір аралығында өтінім тасталады. Менің тарапынан толыққанды сопровождение бар. Еңбек кезетке жұмыссыз ретінде тіркеп бере аламын, немесе кәсіпкерлікке тіркеп бере аламын. Сонымен қатар сертификат, бастау бизнестің бизнес-план, полный сопровождение алып бере аламын. Конкурс негізінде өтеді, айтып қояйын. Және де Қазақстан бойынша қай қалаға, қай ауданға қанша грант бөлінетіні жайлы айтайын. Астана қаласы бойынша 63 гранттың саны. Алматы қаласы бойынша 179 грант бөлінген. Шымкент қаласы бойынша 213, Абай облысы бойынша 102. Бұның ішінде әр ауданға да жеке бөлінген. Алматы облысы 130. Алматы қаласына бөлек, жаңа мен айтып өттім, тек қала бойынша. Атырау облысы 146. Ақмола облысы 84. Ақтөбе облысы 284. Батыс Қазақстан 193. Жамбыл облысы 504. Ең көп грант Жамбыл облысына бөлінді. Жамбыл облыстарына мүмкіндіктеріңіз көп, Жамбыл облысы қатыссаңыздар болады. Жетісу облысы 102 грант. Маңғыстау облысы 125 грант. Павлодар облысы 222. Солтүстік Қазақстан облысы 135. Түркістан облысы ең көп, міне Түркістан облысында мүмкіндік көп екен, 897 грант бөлінген. Бұл жерде әр ауданға бөліп көрсетейін. 61 Арыс қаласында. Так, Бәйдібек ауданы 33. Жетісай ауданы 75. Келес ауданы 74. Кентау қаласы 37. Мақтарал ауданы 74. Ордабасы ауданы 54. Мінекей, Отырар ауданы 33. Сайрам ауданы 60. Сарыағаш ауданы 75. Сауран ауданы 43. Созақ ауданы 34. Түлкібас ауданы 43. Түркістан қаласы 78. Төле би ауданы 43. Шардара ауданы 37. Қазығұрт ауданы 43. Мінекей, аудандар бойынша осылай. Келесі бізде Шығыс Қазақстан. Шығыс Қазақстан бойынша 108 грант бөлінген, өте аз деуге болады. Қарағанды облысы 92. Қостанай облысы 99. Қызылорда облысы 778, өте көп деп айтуға болады. Қызылорда облысына жақсы деп айтуға болады. Өте болмаса да. Арал ауданы, аудан бойынша саралап өтейін. Қызылорда облысын 70. Байқоңыр ауданы 20. Қаласы. Жалағаш ауданы 73. Жаңақорған ауданы 82. Сырдария ауданы 73. Шиелі ауданы 76. Қазалы ауданы 69. Қамқоршы ауданы 773. Так, Қызылорда қаласы 242. Қаланың өзіне өте жақсы грант бөлінді бірінші лекте. Мінекей осылай гранттар жарияланған. Келесі Ұлытау. Ұлытау бойынша қанша бөлініпті? 44 екен. Ұлытауда аудан қалалар өте аз, бірақ сонда да аз көрсеткіш деп айтуға болады.
яғни бұл конкурс ретінде өтеді. Сіздер бизнес пландарыңыз жақсы болу керек, және де оны жақсылап қорғауларыңыз керек. Комиссия алдында шешілетін нәрсе. Барлығыңызға сәттілік тілеймін. Менің каналыма тіркеліп қойыңыздар. Пайдалы тегін ақпараттармен ұдайы бөлісіп отырамын. Мемлекеттік гранттар немесе кредиттер бойынша көмектер қажет болса, бизнес план сопровождение бар.